Ай телеканалында хабарлар, студияда Эльмаса Блакимова. Селям алейкум, вешімдікі дақаға бойле малюмат. Москвада Владимир Путиннің матбуат конференциясы кечті. Бұл сене президент 4 саат девамында журналистлерінен көзме-көз субет етті. Солер Русия хавсызығы региональ инкишаф келечегі, ковид ве иммунизация қында олды. Бұндан ғайры ішкі меселелер ақында сөз өрсетілді. Президентның елік матбуат конференциясы ажиотаж сөзінен бір манада қоланыла біле. Бір кіші лидерінің диққатыны желп етмеге тырыша. Таблочықлар, плакатлар кім ерінден қычыра. Ен доғырысы парлақ ұрбалар кеймек. Елдан елға ен сық қоланылған түз қырмызадар. Ама истисналар да ола. Мен балалы айлелерге дестек чарелері ақында суал бережем. Якутиялы журналисты семейли киімлер киемеген ғайры, елеріне бағырған таблочықны алды. Лидерінің көзіне мұтлаққа түшмек үшін. Бұтын әйет милли киімлерде келді. Бұл біз әдетлерімізні күткенімізні көстере. Айры диққат ковидке қаршы қавсызлық меселесіне айрылды. Аккредитациядан умумен 500 адам кечті. Энмот суал коронавирус ақында. Русия коллектив иммунитетіне да етмеді. Шымдылық бұл 59%-дан біраз зиядедір. Керек олған дережеде есе 80%. Аша яптырмаға рет еткенлері жезаланмай жақлар, иқтисадиет ғарби мемлекетлерінден де тезже бұқрандан шықты. Орта дережедегі айлық артып башлады. Шүкірлер олсын. Әлінің келері реал яшайышта денішті. Егер эксілуф 2% олса, бұл сене біз артуф олмасыны беклейміз. Инфляция 8% олмасы бекленілі. Бұл тахмин етілгеніне көре баяғы зиядедір. Амма епісі бір реал 4,1% еріне 3,5% олacak. Экспертлеріміз реал келер артажағыны беклейлер. Журналистлерні емде мемлекетте доғып севесі мерақландыра. Демография еле бағлы меселе епсі постиндустриал мемлекетлерде бар, деп жауап берді Путин. Бұл адамларының яшайышында приоритетлер денешкеніне бағла. Біздің вазифеміз яқын вақытта. Келечек сене ве бір елдан сон ана ве балалыққа қол тұтуф еле бағлы бұттын сыраны тізмектір. Бір адымда біз белі қол тұтуф чарелерні қабыл етежеміз. Қырым суалы көтерілгенінен Владимир Путин ғарби шереклер демократияға ве қырымлыларының менфатларына түкерелер, деді. Бұл жүмхірете ярамай мобиль бақ ақында суалге жауап олды. Неге бағлы олғаны анлашыла. Бізім ғарби шереклеріміз қырымлыларға қаршы кірсеткен санкцияларға. Мен мұнда енді айтқан едім, хужур вазиет ола. Егер олар Қырым ишғал етілген деп сайсалар, оларны не себептен да жазалайлар. Егер де Русияге ось истеклерінен қатқан олсалар, бұл демократия әмелиятлерідір. Жевап yok. Жевап тек бойле. Олар демократияға, қырымлыларының ве Русияның менфаатларына төкірелер. Олар тек ось географик сияси суаллеріні чезелер. Қырымда келер ве фиятлар севесі вазиятны лидер контроль ете. Бұл суалер яваш-яваш чезілежек, инфраструктура епін кешаф етежек. Емде пек ялы кенарында дегілде қалған шерлерде де. Айры диққат бала бақчалары ве мектеплер құрылмасына. 4 саат девамында епсі кескін меселелер музакере етілді. Демек мүмкін Русия қавсызлығы регионлар инкишафның келечегі ички меселелер де көтерілді. Шақси суалер де олды. Бақт ве оптимизм дұйғылар ве егленже ақында. Эльмаса Блакимова, Ленуза Бурсеитова, Эрвин Миралиев, Миллет үшін, Москва. Темасына девам етеміз. Пресс-конференция ақында осичтеме ағларда Қырым елбірчысы да айты. Bizim regionumuz inkişaf ете, ve көз оғынде деніші. 8 елдан аз вақытта санкциялар шарайтынде, евелкі онларжы елларға көре çok şey yapıldı. Bugün bizim cumhuriyetimizde çeşit seviyelerde yüzlerce infrastruktur proyektler amelge geçirildi. Eminim, prezident айтқаны gibi aynı boyle bir-biri артından ve sistem şekilde қалған meseleler de çözülür. Bu emde mobil baq işi. Gражданларның келер seviyesi yükseltilüvü ve fiyatlar stabilizasyası. Çünkü Kırım, bu Rusya ve Rusya için mümkün olmagan bir şey yok. Қырым 4 saat президентні дінледі, адетінже en yaş subjekt ақында Владимир Путин бір қач кере сөз өрсетті. Bu geografik siyasiyet ve Garip'nin sanksiyalarından regionumuzun infrastrukturasına cem. Misal olarak çoktan birli muzakere etilgen Tavrida trasası hakkında.
Вакыт олғаны кыбы. Bizim президентimiz hem jurnalistlerinin, hem de milyonlarca vatandaşlarımızın suallerine açık aydın, dolu ve samimi cevaplar berdi. Bu aşılama, pandemiya, sağlık saqlap meseleleri. Bundan da gayrı, içtimai mevzular, balalı korantalarga destek, fiyatlar siyaseti, milli leyhalar amelge keçirilüvü ve halkara kun mevzusu. Virtual telefon mevzu matbuat konferensiyası da bir kaç kere anıldı. Prezident gadjetler hem kundelik yaşayışta hem de tahsil aluvda gerek dedi. Ama her şeyini yakşı düşünüp kullanmak gerek. Men için meraklı oldu. Rusiya Federatsiyasında bir yıl içinde 90 milyon kvadrat metr kurulgan. Men yaşlarla çalışkanım sebebinden devlet yol başçısının içtimai kommunikasiya aletleri kullanılığı boyunca fikirlerini aveslikle dinledim. Prezident pek doğru kaydetti ki, episi messengerler fayda getirmeli ve onlarını şu cümleden tahsil beruf maksadı ile kullanmak gerekmez. Infrastruktura yaratılığı suyun temeli gazifikasiya. Bu sualler boyunca Prezident'nin tezisleri növbetteki sefer Kırımlılarga ruh berdi. Bu yenilişler boyunca iş devam edecek. Ahmejit etrafında 20-30 yıl evvelsi şekillengen mikrorayonlarda ihtiyaclar var. Bu yerde biz Cumhuriyet yolbaşçısına minnettarmız. O bizim teşebbüsümüzge kol tuttu. Bugün Mamak, yanı Abdan 5 ve ana yurt kasabalarında mektepler ve bala bahçaları kurulması hakkında plan tasdıklandı. Bu muhimdir. Buna tek tahsil bağlı değil. Bu hem de infrastrukturanın inkişafıdır. Cumhuriyetimizde ticari merkezler ziyaret etilgen vaqt aşılama hakkında QR kodlar göstermek talapı yanvarının 20'sine lahu etildi. Düzeltmeler Kırım yolbaşçısının yüksek hazırlık rejimi hakkındaki emrinde körsetildi. Bundan da gayrı yanda ana babalar mektep ve bala bahçalarda yılbaş tedbirlerini ziyaret edebilecekler. Ama tek QR kodları olsa. Çok beklenilgen gaz Jankoy rayonun Vypasnoy köyünde peyda oldu. Ağını geçken sene çekip başladılar. Onlardan uzunluğu 4 kilometrege yakın. Proyektinin fiyatı 32 milyondan ziyade ruble. Gazның tantalı yakılığında muhbirlerimiz de bulundu. Şimdi men sizni gazda qaynatılgan suvмен damlangan çayмен сыйлайжам. Sıcak çay ve evde pişirilgen tatlılıklar. Jankoy rayonu Vypasnoy koyunun sakini Dilara Murtazayeva koyde birinciler sırasında vesikalarını doğruladı ve endi onun evinde tabi gaz peyda oldu. Evvelleri meskenini kömür ve odunla kızdıraydı. Bir kış devamında buna 40.000 ruble masraf etileydi. Odun kömür yakmak pek ağır, hem de bu paradır. Her şeyini almak gerek. Şimdi nihayet tabi gaz yetip geldi. 30 yıl degende biz de gördük. Endi her şey yaxşı olur. Kuruculuk montaj işler keçken sene oktyabrının sonunda başlangan edi. Gaz borularının uzunluğu yakın 4 kilometr. Onu komşu İstoçnaya koyundan çektiler. Proyektke 32 milyondan ziyade ruble masraf etildi. Umumen koyda 83 ev var. Bugün onlardan üçünde gaz peyda oldu. Kalganları ise anda tahminen 36 ev 2022 sene gazga koşulacak. Kimnin toprak damartaları resmileştirmegen olsa, daç amnistiyasının kullanabilir ya da mahkemelerge mülkiyetini resmileştirebilirler. Jankoy rayonu 43%-ga gaznin temin etildi. Gelecek sene mavi yakarlıkını Pakharevka koyuna geçirmege planlaştıralar. Ağlar endi çekili. Episi işlerini 2022 sene iyun ayınaca yükünlemege planlaştıralar. Cumhuriyette gazifikasiya meselesi yavaş sonuna keliyata. Tap 2018 sene işlep çıkarılgan programmaga binayen bu programma tizilgen vakitta 67% gaznin temin etilgen edi. Bugünkü kunde bu rakam endi 76%-ga arttırıldı. Planlaştırılgan episi işler bugünkü kungece grafik boyunca becerildi. Umumen 2021 senesi Cumhuriyette mavi yakarlık ile 18 mesken yerini temin ettiler. Gelecek senege federal maksatlı programmaga da 12 koy kirsetildi. Hakimiyet hesap etkenine göre Yarımada'nın her bir yerinde gaz olması için 50'ge yakın milyard ruble gerek. Davut Çakhalov, Sevilla Memetova ve Arsen Fukala, Millet için Jankoy rayonu. Kefede 90 yerlik bala bahçasının rekonstruksiyası 30%-ga becerildi. Endi nasos stansiyasi kuruldu. Binanın karkası tiklenilivi boyunca işler tolu şekilde yekünlendi. Şimdi kurucular tışkı ve içki divarlar kalıvının uğraşalar. 90 yerlik mektepte nevel müessese şehirinin bala bahçalarına tizilgen nevbetini 2 kerege
қысқартырмаға имкан бережек. Бұл вақытта Дауыт Чахаловның левхасы. Объекттегі ішлеріні тыш қызметші бұл сене июнь айында башлады. Шей бом бош ерде япылып башланды. Ойқал қазылды, ветемел яныдан қойылды. Екі қатлы бина яваш-яваш текленілді. Кефинің Гарнаева соқағында ерлешкен бала бақчасы 90 баланы сығдырajak. Бүгінгі күнде бинаның конструктив темели толу шекілде бечерілді. 100%. Тышқы вейічкі диварлар қалана. Насослар олачақ ер вейкі монолит янгын резервуарлары құрылды. Объектте 30 ташчы чалыша. 4 қайнақчы демір конструкцияларны бір-біріне бағлайлар. Құручылық бригадаларына ярдым оларақ мақсус техника қолланыла. 2 трактор, автокран ве самосвал. Объектнің умуми мейданлығы 1700 квадрат метрні тешкіл ете. Кімерде әлбет ава өз денішмелеріні қоша, амма бір шейге бақмадан иш девам ете. Чуть дальше. Біраз ұзақша ерді диварлар қалаф ішлері алып барыла. Тамам андайынды демір конструкциялар ерлештірілді. Олар ішленілді, балалар чалышалар. Умумен іш ерде бір вақытта алып барыла. Реконструкция 30%-ға япылды. Ишлер федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Бұна 144 миллион рубле айырылды. Анлашма бойынша тыш қызметші реконструкцияны 2023 сене екінлемек керек. 90 ерлік объект региондаки балабақчаларына невбетіні қысқармаға ярдым етежек. Тыш қызметшін сафлы осишыны яқшы бечере. Незарет етічі органлардың шу жүмледен сымарышчының суаллері yok. Бізде де суаллеріміз ве қайдыларымыз yok. Кефеден ғайры бала бақчалары насип койды. Эмде Коктебель ве Приморский қасабаларында алып барыла. Дауыт Чахалов, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун, Кефе. Қырымға алтын әлем. 44-ші мектепнің 8-ші сынып талебесі Алеме Велиулаева Московский вызов 2021 адлы тэквондо бойынша Бутын Русия ярышларда бірінші ерні қазанды. Турнирде Русия, Ақ Русия ве Өзбекистандан 2 бенден зияде спортшы іштірак етті. Қырымдан мемлекетіміздің жима тақымы теркібіне 8 тэквондист кірді. Мұхберлеріміз ғалепнен субетлештірді. Чевиклик куч вечедамлық. Тэквондист қыз Алиме Велиулаева четтен урувларнен оғраша. Бу спаррингтен эвелкі межғулиетлер. Идмадлар пек ярдым әте. Олар чадамлық ве рух күчіну арттыралар. Ве біз бежерген чешет межғулиетлер мана кележекте ярышларда ярдым әтер. Декабрьнің 12-сінде Қырым Сакины Московский вызов 2021 Бутын Русия ярышларында иштирак етті. Бұл мемлекетте ең бұйық турнир. О тэквондистлерінің спортив мевсіміні екінлей. Финал күрешінде Алиме Велиулаеваның рақыбы Москва вилаетінден олды. О баяғы юксекче еді. Амма бұл ал күчлүже олғанны таздықламай. Идаресіні топлап ватандашымыз ғалибе қазанды ве евге алтынен қайтты. Башында хорху бар еді, соны yok oldu. Мен нәйлеріміз саллай ве чуқ әрекет етедім. Böyle етіп, оны енмек енгілже олды. Турнирде Русия, Ақ Русия ве Өзбекистандан 2000-ден зияде спортчы иштирак етті. Қырымдан мемлекетіміздің жима тақымы теркебіне 8 тэквондист кірді. Алиме 54 плюс чекі категориясында чықышта болуна. Спортқа оны бабасы 5 ел эвелсі алып келді. О заман мақсат қорчаланмаға огренмек еді. Ама қыз шейні пек енгіл огреніп башлады. Шевкет Умеров яш идманжы, ама 4 ел ішінде ООН Русия чемпионны тербиеледі. Алиме Велиулаеваға айры учетлеріні беслей. Бұл вақыт девамында о біріншідан қара құшақны қазанды. Бұңа қошма оларақ Бутын Русия турнирлерінде оның ғалибелері чоқ. Оларның арасында Русия чемпионаты. Московский вызов адлы Бутын Русия турниры. Біз шымды андан қайттық. Да Тамбов ве Питер шehirlerінде тедбірлер олды. Алиме Велиулаеваның 75 медалі бар. Олардан 27-сі алтын. Яш ватандашымыз енді февраль айында Ақмесжетте кечежек Қырым чемпионатына азырланып башлады. Шымділік есе оның esas мақсады спорт устасы унваныны қазанмақтыр. Дауыт Чахалов, Севиля Меметова, Вяким Бекиров, Миллет Ичун. Шымдыке дақаға бұл хаберлерінің епседі. Хайырлы ақшамлар.